Ассалаумалейкум достар, видео түсінікті әрі пайдалы болу үшін басынан соңына дейін толық көріңіздер. Өйткені видеода бірнеше вариантта бірнеше әдістер жасалған, оның ішінде шамалы қате кеткендер де бар. Соның барлығы түсінікті болу үшін видеоны жылжытпай басынан соңына дейін көріңіздер және лайк басыңыздар. Менің фарам жерге дұрыс түспейтін еді, яғни жоғары алдындағы келе жатқан машинаның артыңғы терезесіне, яғни номеріне түсіп тұрады да. Сол себепті бүгін фарасын аштым. Фарасын ашып, енді соны төменге түсіретін боламын. Былай қарадым, аша алмағаннан кейін до конца аштым осылай. Мынаны аштым, содан кейін мынаны аштым. Сосын мына жерде светодиодный лента, то есть соның екі штекерін суырдым. Содан кейін міне фарасы. Менде линза ғой, фарасы. Полностью шашпай тұрып, мына нені болтты, шурупты бұрап көрдім. Маған эффект білінген жоқ. Енді қараңыздар. Мына жерде міне пружина тұр. Яғни бұны сол жаққа қарай, яғни шурупты ашатын болсақ, бұл міне көтеріледі. Осылай көтеріледі. Яғни фар да жоғарыға қарай түсетін болады да. Ал егер бұны қатыратын болсақ, мына жерде пружинасы қысылады. Міне пружина қысылады, бұл төменге қарай түседі. Яғни жерге түсетін болады да, былай айтқан кезде. Солай қазір бұйырса түсіріп көреміз. Мен бір носы фараны бірінші шешкен кезде қандай регулировкаде тұрған, қандай положениеде тұрғанын мен байқамадым, аңдамадым. Енді бұйырса қазір көреміз. Төменге түсіріп, қайттан құрап, фарамызды ана орнына қойып қараймыз. Қалай болып көрінетін, сол кезде білетін болады. Жерге түсе ма, әлде сол бұрынғыша жоғары қарай тұра ма, соны көретін боламыз бұйырса. Мінекей өзгерттім. Қазір өзім жалпы біліп тұрмын фардың төмен қарай түскенімді. Өйткені бұрын қазір дальный жанып тұр, ближний жанып тұр, дальний жанып тұр да. Бұрын ближнийдің өзінде осылай қарама қарсы бағытта тұрған кезде көзіңе шағылысатын еді. Примерно осындай болып көзге шағылысатын еді. Қазір мен өзімнің ростымда тұрмын, өзімнің бойымда. Көзге шағылысып тұрған жоқ. Болмаса бұл дальний жанып тұр. Яғни неге жерге жақсы түсіп тұр деген сөз фарамыз. Ближний жағамыз. Ближний. Так, фараның регулировкасын болдым. Енді мына жерде туманка қойып жатырмын. Туманканы так мына жерге қойдым. Енді қосылуына келетін болсақ, мына жерде подключениесінде скутерде 4 сым келіп тұрады. Қызыл, ақ, жасыл, қоңыр и көкті. Мына туманкіден сары, қызыл и қара келіп тұрады. Мына жерде ақ түс ол ближнийдікі, қоңыр ол жасыл минус, ал қоңыр сонда бізге габарит болып тұрды. Так, туманкіден келген қызылды аққа қостым, яғни ближнийге қостым, қызылын ближнийге қостым, туманкінің қызылын қарасын жасылға қостым, сарысын қоңырға қостым. Сонда қоңыр бізде габарит болып тұр ғой. Габарит мынада да сондай сетінде осындай несі бар. Осыны қоңырға қостым. Если что, комментарияға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қазір жағып көреміз. Мына жердегі фардың өзі жоқ. Санатташамыз. Міне, мына габарит жанып тұр. Дальнийді жақтым, дальний жанды. Фары әдемі түсіп тұр. Достар, міне, в общем, алдында өзінің фары жоқ, но туманка жанып тұрған, туманка ближний жанып тұр. Дальнийге жақсам өшіп қалады. Өйткені ближнийде тұр да, ближнийге қосылған. Жерге әдемі түсіп тұр. Кішкентай ғана мына. Қазір бұйырса фарасын қойып алдын жауып болғаннан кейін бұдан да жарық болады, өйткені өзінің фарасы да түседі ғой. Еще оның үстіне өзінің фарасын төменге түсірдім. Өзінің фарасы жоғары қарап тұрады. Так, достар, мына проводтар жайлы түсіндіріп кетейін, шамалы өзім білгенімше. Бізде туманкіде, мендегі туманкіде осындай 3 түсті сым шығып тұр, провод шығып тұр, сары, қызыл және қара. Ал енді скутердің фарының разъемында, яғни скутерден шығып тұрған сымдары фарға келетін. Бұл жерде 4 түсті сым шығып тұр да, разъемда. Ол ақ түсті, ол ближнийге жауап береді, ближний фарға. Көк түсті, ол дальнийге жауап береді. Ал қоңыр ол подфарникке жауап береді. Жасыл, менің ойымша, бәлкім қателесуім мүмкін, менің ойымша ол минус деп ойлаймын. Минусқа жауап береді жаңағы. Ал енді осындай 3 сым шығып тұратын туманканы
скутердің фарына қалай жалғаймыз дейтін болсақ, мына жерде туманкіден келіп тұрған қызылды біз мына ближнейге жалғасақ болады, немесе біз оны қызылды алып дальнейге жалғасақ болады. Бұл жерде қызылды егер ближнейге жалғайтын болсақ, онда туманкіміз ближний фарды жаққан кезде бұл да сол уақытта қосылады. Ближнейді өшірген кезде өшетін болады, яғни сөнетін болады. Ал егер дальнейге жағатын болсақ, дәл сондай, тек дальнейді жаққан кезде туманкіміз жанатын болады да. Мен мысалға оны дальнейге жағып қойдым. Өйткені ближнейді мен көбінесе күндіз жағып жүрем, сол кезде бұл қосылмау керек та. Тек түнде дальний жаққан кезде осы қосылады. Ол сіздің скутеріңізге де байланысты. Егер сіздің скутеріңізде дальний слишком жоғары, яғни қарсы бағытта келе жатқан көліктің көзіне түсетін болса, водительдің, онда сіз ближнейге қойған дұрыс. Өйткені дальний жақсаңыз, ол қарсы бағытта көліктен көзіне шағылсуы мүмкін да, сіздің фарыңыз. Сол себепті өзіңіздің скутеріңізге байланысты. Ал екінші түс, біз сарыны әкеліп қоңырға жалғаймыз. Мендегі туманкіде жаңа көргендеріңіздей, ішінде осындай 3 диод дейміз ба, білмеймін, линза ма, үшеуі тұрады. Содан кейін сыртында мынандай подфарник сияқты, LED лента сияқты сондай тұрады да. Соны мен алып подфарникке жалғадым. Яғни ол жарықты жаққан кезде бұл жанып тұра береді. Дальний жақпасақ та, ближний жақпасақ та бұл жанып тұра береді. Скутеры қосқан кезде общий жарықпен бірге бұл да сондай жанып тұрады. Ал қараны біз жаңағыдай минусқа, яғни жасылға жалғаймыз. Сонда қызылды дальнейге жалғадым, сарыны подфарникке жалғадым, қараны минусқа жалғадым. Так, туманканы қалай қойғаныма байланысты түсіндіретін болсам, бізде бір жігіт дәл осындай M8 Pro'ға мына жерге қойған туманкісінде, бірақ мен ол жерге қойғым келген жоқ, өйткені ол жерде көрініп тұрды, сол себепті мына жерге қойдым. Мына жерде особо қатты көрінбейді. Екіншіден, рөлді бұрған кезде бұл да бірге бұрылады. Мына жердің бәрін есептеп, жаңағыдай тимей ме екен деген сияқты. Тимейді ешқандай. Осы жерге қойдым, бір жағынан особо билікті да құртпайды, бір жағынан рөлді бұрған кезде сол жаққа қарай бұрылатын болады. Так, мына жерде инструменттермен, в общем, мына жерде өзінің креплениясымен келеді. Сосын крыланы шешіп алдым шестигранникпен, екі жағында екі-екіден. Сосын мына жерін тестім, бірінші жағынан дрельдің кішкентай басымен, сосын жайлап нүктейтіп. Сосын мына жақта енді көрінбейді. Болтын қатырып тастадым, ондық өзімен келгенді. Мына жерге екеуін қойып, биіктеу болу үшін. Бір жақсы мына жерде регулер құрса болады. Жоғары көтеріп, төмен түсіп деген сияқты. Содан кейін достар, мына скутерімде өзімде осындай USB бар еді. Ол жасалмай қалды, білмеймін неге су тиді ме екен. Сосын бір жігіттен осындай алып едім USB. Соны мына жерге самоклейкамен басамыз. Оның тоғын мына жерден әкеліп, мына заводской өзінің USB бар ғой, соның радиомына қостым. Заводской сияқты болып тұр. Бүйтіп пакет мына жерге тоқпен жалғайтын боламыз бұйырса. Қазір бұйырса жинап, толықтай қараңғыда, как раз қазір сағат 1:30, түнде бұйырса айдап көреміз, сол видеосына салатын боламын. Достар, мына жерде мен бір өзгерту енгіздім. Мына туманканы дальнейге емес, то есть керісінше ближнейге емес, дальнейге қойдым да. Өйткені мен күндіз көбіне ближний жағып жүрем. Сол кезде мынау да қосылып тұрады да босқа. Сол себепті дальнейге қойдым. Ал мына жерде мына скутердің тоғында ақ түс, есте сақтап алыңыздар, ақ түс ол ближний, көк түс дальний. Яғни мен көк түске жалғадым мынаны. Сонда дальний жаққан кезде мынау жанады, ближний жаққан кезде сөнетін болады. Бірақ шетіндегі мына типа габарит сияқты жанып тұра береді рамкасы. Сосын светодиодный лентаны да, мына светодиодный лентаны мен бұрын ближнейге қоятын едім, мен де дальнейге қойдым. Дальний жаққан кезде светодиодный лента жанады. Неге? Өйткені мен бүгін жаңағы айтқанымдай мана фардың регулировкасын көтердім деп та. Бұрын мен дальний жақсам, кәдім қарсы машина, қарсы жолда келе жатқан машинаның көзіне түсетін еді. Ал енді қазір көзіне түспейді. Фарды төменге түсірдім, сол себептен дальнейге қойып қойдым. Дальний дейтін білмейтіндер болса, ол алысқа түсетін жарық, өзінің аты айтып тұрғандай дальний. Ал ближний деген ол жақын жерге түсетін жарық. В общем, жеге мынау туманка қоюдың екінші күні мана көрсеткендей, өткенде мына жерге қойып едім ғой, былайына да, мына крыланың үстіне. Қазір крыланы көрсетейін. Міне мына крыласы қатты пластмасс қой, осы жерін тесіп идеально тұрды, негізі әдемі тұрды.
осылай центральный подножкада тұрған кезде мынау тимейді. Где-то бір осындай болып тұрады төбесі да, осындай қалады да. Мына жерде негізі мен лентам тұрады светодиодный. Онда алып тастадым, өйткені мынау тұрған кезде мынаған тиіп қалып тұрды. Просто тұрған кезде осындай расстояние тұрады. Мына подвеска ойнаған кезде, үстіне адам отырған кезде мынау тиеді мынаған бүйтіп. Түнде айдап барадым, роль бұрылмай қалды, прикинь. Мынаған бүйтіп жабысып қалады. Үстіне мен отырсам да, адам отырса. Плюс подвеска ойнайды ғой, вилка. Вилка отырған кезде мынаған тиеді былай. Тік. Енді соны қазір мына жерге орнатып көрейін деп жатырмын бұйырса. Жігіттер, қазақта сөз бар ғой, жеті өлшеп бір кес деген, сол негізі бекер айтылмаған. Мана сондай оқиға болды менде. Жеті өлшеп бір кеспегеннен кейін. В общем, видеоның басында мен мына жерге қойдым дедім. Мына жерде тесік көрініп тұр. Крыла қойдым да, бірақ мынаған тиіп қалып тұр ол. Үстіне адам отырған кезде. Содан кейін мен оны мына жерге қоям дедім да, төбеге. Мына жерде әдемі, идеальный көрініп тұр. Бірақ мен ойластырмаған екен, мына роль бұрылған кезде рольдің вилкасы мынаған тиеді екен міне. Роль бұрылған кезде мынаған тиеді. Соны ойламаған ғой. Сол себепті айтып тұрмын да, жаңа жеті өлшеп бір кес дегенді. Содан кейін пока что мен мына туманканы қоймайтын боламын. Әзірге. Оның орнына осындай духова сатып алдым. В общем, мына екеуі 4000 теңге болды. Комплект жүреді 4000 теңге. Бұны мен дальныйға қосып қойдым. Міне, қазіргі жарығы осындай. Бірақ мынау дальныйға қосқаннан кейін жалпы особо қатты жарық беріп тұрған жоқ негізі бұл. Менде бір дос балам айтады группада, мотобратжан, то есть ол айтады, бұны аккумулятордан жеке сыма келіп, жеке провод әкеліп, включательмен қоссаң жақсы түседі дейді жарығы. Бұйырса достар, келесі видеода осыны аккумулятордан тоға келеміз, жеке провод әкеліп, включательмен қосатын боламыз. Сосын келесі видеода плюс туманканы мына жерге қоятын боламыз. Өйткені мана көргендеріңізде туманка өте әдемі түседі жарығы да. Мына жерге кәдімгі линия тұрады, әдемі болып тұрады. Бұйырса соны қоятын боламыз келесі видеода бұйырса. Содан кейін достар, мынауын духованы мен дальныйға қосып қойдым. Қазір дальный жанып тұр, өшірсем өшеді. Қостым, жанады духовасы. Енді креплениясіне келетін болсақ, мына жерде өзім бірге осындай креплениямен келеді. Бірақ мына жерде мен шестигранникті мен өзім қойдым мынаны. В общем, мына жерде екі шестигранникпен крыланы ұстап тұрады да, соның бірінің орнына осыны қоя салдым шестигранникпен. Мына жағы да дәл сондай. Сосын мына бір қызық болды. Мына біреу түсіп қалған ғой. Сосын орнына екіншісін қойып, түспесін деп қатты қатырып, мына несін сындырып алдым басын. Ішінде резбусы қалып қойды. Енді осыны жалпы резбусын ішінде қалып қойды ғой. Соны қалай алуға болады достар? Комментария жазып кетсеңіздер, кімде қандай опыт болды сондай. Басы сынып қалды да, резбус ішінде қатырылып қалып қойды. Менің ойымша, білмеймін енді. Кішкентай сверломен шамалы тесіп, сөйтіп сындырып алуға ма болатын сияқты негізі. Өтініш маған комментария жазып кетсеңіздер, қалай ала аламын енді оны. Пока что видео осындай достар. Видеоны толық көргендеріңізге рахмет. Видеоны 100% толық көру керек, секірмейді. Өйткені өздеріңіз байқағандай әртүрлі положениеде қойып көрдік. Дальныйге қосық, ближнейге қосық деген сияқты. Шатысып кетпес үшін до конца көрген жақсы достар. До конца көру керек. Все, баршаңызға рахмет. Қазір дәл осы комплектте далада жолда қалай түсетінін көрсететін боламын достар. В общем, жарық осындай болды. Жарық әдемі болып тұр. Фарын жоғары көтергенде әдемі болып тұр. Қазір ближнейде жанып тұр, бірақ ближнейде төмен жанып тұр. Соның есебінде алдында жарық әдемі көрініп тұр.